Сәлем досым, жауап бер арнасына қош келдіңдер. Бүгін сендермен экстремалды таңдау ойынын ойнаймыз. Барлығы 20 сұрақ, ойлануға 6 секунд. Ал ендеше бастайық. Таңдау жаса. Өте көп фри жеу, самолеттің қанатында ұшып жету. Таңдау жаса. Өмір бойы аяқ киімсіз жүру, көздің айналасына сүйел шығу. Қайсы кнопканы таңдайсың? 1 немесе 2. Таңдау жаса. Торнадоның ішінде қалу, 1 жыл тек қараңғылықта өмір сүру. Таңдау жаса. Өте ащы тағам жеу, шаян қосылған пицца жеу. Таңдау жаса. Бананға тайып құлау, аяқ киім бауына шалыну. Таңдау жаса. Мұзды ваннаға түсу, отты ваннаға түсу. Көзге лимон тамызу, сөйлемей өмір сүру. Биік арқанның үстінде жүру, шоқ басып жүру. Сен қайсы санды таңдайсың? 1 немесе 2. Қолыңды шаян шағып алу, аяғыңды бір күн түн суға салу. Таңдау жаса. 1 немесе 2. Тырнағыңды кесіп алу, тісіңнің түсіп қалуы. Сен қандай ұяшықты таңдайсың? 1 немесе 2. Бақа толған әжетханаға отыру, ит тістеп алу. Біреуін таңда. Ұзын мұрның болу, ұзын құлақты болу. Таңдау жаса. 1 немесе 2. Ашыған пицца жеу, немесе ашыған нан жеу. Қалаған ұяшығыңа таңдау жаса. Жыландарға тап болу, қасқырға тап болу. Қалдық тағам жеу, ұрылардан қашу. 1 ұяшықты таңда. Көзіңді ара шағып алу, лифтіде қамалып қалу. Біреуін таңда. 1 немесе 2. Құт жыланды қолыңмен ұстау, немесе аспанда ұшу. Полиция ұстап алу, немесе шөл далада өмір сүру. Біреуін таңда. 1 немесе 2. Бетіңе огри басу, немесе қолыңа жара шығу. Сен қайсысын таңдайсың? Күні бойы 1 аяқпен тұру, дәрілік ине салдыру. Мұхит астында сүңгу, немесе тырнақ сынып қалу. Қайсы ұяшықты таңдайсың? Үйіңнен өрмекші шығу, үйден жылан шығу. Қалағаныңды таңда. 1 немесе 2. Осы жерде бір түн өткізу, немесе қорқынышты үйде өмір сүру. Таңдау жаса. Шикі жұмыртқа жеу, немесе шикі балық жеу. Қайсы ұяшықты таңдайсың? 1 немесе 2. 1 апта тіс жуатын паста жоқ, немесе 1 апта әжетхана қағазы жоқ. 1 ұяшықты таңда. Түкті адам болу, немесе шашының жоқ болу.
Қалаған ұяшығыңды таңда, 1 немесе 2. Улы қырық маза шағып алу немесе қолға гипс тағу. Таңдау жаса. Көзге көрінбейтін болу немесе туннельде жалғыз қалу. Сен қай таңдауды жасайсың? 1 немесе 2. Таңдау жаса. Барлық суреттеріңді анаңа көрсету немесе барлық жазбаларыңды әкеңе көрсету. Жоғалтып алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпа.